Сәлем қыздар, бүгін сіздермен имбирь прянигінің рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 250 грамм ұн, жарты ас қасық сода, мускатный орех және имбирь қажет. Барлығын жақсылап араластыру керек. Жүз грамм қант және 100 грамм сары майды миксермен араластырамыз. Келесіде оған 1 жұмыртқа және 80 грамм бал қосамыз. Ұнды араластыру керек және міндетті түрде қамыр илеуге аз ғана ұн қалдырыңыз. Қамыр дайын, ол қолға жабыспайды және жұмсақ болып келеді. Қамырды 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қоя тұрыңыз. Енді пряниктің глазурын дайындаймыз. Ол үшін бізге 1 жұмыртқаның ағы, 250 грамм қант пудрасы және жарты ас қасық крахмал қажет. 2 минут араластырамыз. Бір ас қасық лимон суын қосып, 5-7 минут тағы араластырамыз. Менде дайын форма болмағандықтан мен мынандай суреттерді интернеттен алдым және оларды кесіп, артына скотч жабыстырдым, себебі қамырға жабысып қалуы мүмкін. Ал бастайық. Пряник 180 градуста 15 минут пісті. Енді безендіруге көшсек болады. Мінеке осындай әдемі пряниктеріміз дайын болды. Меніңше өте керемет шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер тәттіні қатты жақсы көретін құрбыларыңыз болса, таптырмас сыйлық болады. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын.